Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәмелген бүгін құймақ рецептісімен бөлісемін, яғни ажурный блинчики. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, шай қасық сода, қант салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Және де жылы айран құямыз. Онды електен өткізіп аламыз. Енді қайнаған суды 2-ге бөліп құямыз және жақсылап венчикпен араластырамыз. Күнбағыс майды қосамыз. Құймақтың массасы видеодағыдай сұйық болуы тиіс. Күнбағыс маймен майлап шығамыз. Ысып тұрған табаға құймақты құйып, сонда ол осындай ажурный құймақ болып шығады. Міндетті түрде ысы болып тұру керек табамыз, әйтпесе кестелі болып шықпайды. Неге кестелі құймақтарымыз дайын, аз болсын. Келесі видеода үй жағдайында дайындалатын бургер рецептісімен бөлісемін. Сондықтан да менің арнама лүпіл басып, тіркелмегеніңіз болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.